Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін осындай пломбир тортын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге дайындаңыздар, өте оңай. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге таба аламыз. Табаға майды үткіштен өткіземіз. Секер қосамыз. Ұн қосамыз. Барлығын үгітеміз. Крошка жасаймыз, үгітіп. Міне осындай болып шығады. Сосын газге қойып қуырамыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Жай отта осылай пісіріп аламыз. Қызарғанша. Одан кейін крем жасаймыз. Кремге бізге жұмыртқа, 2 жұмыртқа жарамыз. Щепотка ванилин қосамыз. Секер қосамыз. 2 ас қасық. 2 ас қасық ұн қосамыз. Ұнның орнына крахмал қосуға болады. Сосын барлығын араластырамыз. Барлығын араластырып болғасын қаймақ қосамыз. Қаймақ қосып, барлығын бұлғап, крем жасаймыз. Торт жасайтын форманы алып, форманы майлаймыз. Форманы майлаймыз. Үстіне жаңағы пісіріп алған крошкаларды саламыз. Одан кейін жасаған кремімізді үстіне жағамыз. Осылай жағып шығамыз кремді. Жаңағы қалған
крошкаларды үстіне себеміз. Міне тортымыз дайын. Осы тортты енді тоңазытқышқа 1-2 сағатқа немесе бір түнге салып қоямыз. Міне біздің пломбир тортымыз дайын.